Еліміз бойынша шомылу маусымы енді басталғанына қарамастан суға кеткендер саны күн санап артуда. Облыс бойынша Байзақ, Шу аудандарындағы Талас және Шу өзендерінде бірнеше қайғылы жағдайлар орын алып үлгерді. Толығырақ тілшіміз Жансұлу Дүйсенәлі тарқатады. Төтенше жағдайлар департаменті дабыл қағуда. Шомылу маусымы ресми түрде кеше ғана ашылғанмен, қазіргі таңда біз қайғылы статистикаға ие болып отырмыз. Өңірімізде 12 адам суға батып, оның ішінде 5 сәби қаза тауып отыр. Соңғы уақытта облысымызда суға батып, қаза болғандардың арасында балалардың көп болуы жанға батады. Бауыр еті баласын бақылаусыз қалдырған ересектердің салғырттығынан қайғылы жағдайлар бірінен соң бірі орын алуда. Мысалы, тек өткен бір тәулік ішінде Жамбыл облысында 2 кішкентай бала суға батып кетті. Тараздағы жеке секторда 29 мамыр күні 2 жастағы бала үй маңында ойнап жүріп, абайсызда арыққа құлап батып кеткен. Дәл сол күні Байзақ ауданы Талас өзенінде суға түсуге келген 4 жасар бала қараусыз қалып қаза тапты. Естіп жатырмыз, судың астын кетіп жатыр. Содан кейін біз балалар үшін өзіміз қорқып жатырмыз жіберуге, суға шомылуға. Еске салсақ, өткен аптада да жедел құтқару қызметі өзенде батып кеткен 2 адамды іздеген. Бірі Байзақ ауданы Талас өзенінде 28 жастағы азамат жоғалып кеткен. Екіншісі Шу ауданы Шу өзенінде 33 жастағы ауылдық атпен көпірден өтіп бара жатқанда ағыс алып кеткен. Оқиға орнында құтқарушылар тобы мен төтенше жағдай департаменті тарапынан 20 адам, 3 бірлік техника тартылды. Іздеу шараларының соңында 2 адамның да мәйіті табылды. Балалар ата-аналарының қараусыз қалады, шомылған жерлерде үлкендер қадағаламайды, болмаса рұқсат етілмеген су жағаларында шомылады. Ал басқа жағынан үлкен адамдар арасында атап өтетін болсақ, бүгінгі таңда үлкендер ішімдік ішіп суға түседі. Болмаса білмейтін шомылуға рұқсат етілмеген жерлерге суға түседі. Суға сүңгиді, шлюздерден, болмаса мынандай пирстардан суға секіріп, сондай жағдайлар, оқиғалар орын алып отыр бүгінде. Белсенді жұмыстардың жүргізіліп жатқанына қарамастан, жыл сайын облыс қоймаларында 70-тен астам адам зардап шегеді екен. Былтырғы жылдың өзінде облыс бойынша 105 адам суға батқан. Оның 88-і құтқарылып, 17-сі қаза тапқан. Құтқарылған 88 адамның 22-сі 18 жастан асқан ересек адамдар, ал 66-сы 18-ге толмаған жасөспірімдер. Қаза тапқан 17 адамның 7-еуі 16 жасқа толмаған балалар. Оны әртүрлі жастағы ересектер. Ал ағымдағы жылдың қаңтар айынан бастап 12 адам ажал құшып отыр. Оның 5-еуі сәби, 7-еуі ересек адамдар. Оказаться вот в такой трагичной ситуации. Қала тұрғындары мен қонақтарына айтарым, тек қана рұқсат етілген жерлерге суға түсіп, белгіленген тақтайшалардан аспауын сұраймын. Балаларды қадағалап, үлкеннің қарауынсыз суға жібермеуін сұраймын. Своим близким не теряли. Сақтықта қорлық жоқ. Қайғылы оқиғаға ұшыраған жандардың көбісі өмір қауіпсіздік ережесін сақтамай, тыйым салынған жерлерде шомылған. Ал сәбилер ата-ана қарауынсыз қалғандар. Сол себепті қаланың әрбір тұрғыны жауапкершілігін арттырып, өз отбасына қамқорлық танытса дейді құтқарушылар. Жансұлу Дүйсенәлі, Марат Таубаев, 7-7 News.